Саламатсыздарбы балалар, әдебиеттік оқу пәні 91-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дельфиндер. Сендер бұл сабақта кейіпкердің мінез құлқы мен іс-әрекетіне баға бересіңдер. Бірінші тапсырма. Дельфиндер туралы қажетті деректерді біліп ал. Оларды суреттегі дельфинді сипаттауда қолдан. Дельфиндердің дене пішіні жұмыр келеді. Ұзындығы 1-10 метр аралығында болады. Дельфиндерді балық деп айта алмаймыз. Олар кит тәрізді сүтқоректілер қатарына жатады. Дельфиндер топтасып өмір сүреді. Мәтінді түсініп оқы. Дельфин болған оқиға. Су асты жартастарының арасындағы жолды тек дельфин ғана білетін. Кеменің келе жатқанын сезісімен көмекке асығатын. Сақ бол, бұғаз өте қауіпті, соңымнан жүріп отыр дегендей, басқару тұтқасындағы кісіден көз алмай қадала қарайтын. Кеме соңымнан келе ме, жоқ па дегендей артына қарайлаған дельфин кеме алдында жүзіп отыратын. Бұғаздан аман есен өткен теңізшілер қуаныштан дельфинге қолдарын бұлғап сәлем деп шуласып жататын. Бұл жолы бұғазда пингвин атты кеме пайда болды. Әдеттегідей дельфин көмекке асықты, бірақ бір жауыз әрі ақымақ адам палубада тұрып оған винтовкадан оқ атты. Сөйтіп ол дельфинді жаралады. Ашуланған дельфин тереңге сүңгіп жоқ болды. Оны 1 ай, 2 айға дейін ешкім көрмеді. Сонан соң қайтадан пайда болып, тағы да адамдарға жол көрсетіп жүрді. Тек пингвин атты кеме бұғазда жартасқа соғылып апатқа ұшырады. Спиридон Вангелий, аударған Қабдыл Рашид Қайымов. Үшінші тапсырма мәтінге сүйеніп 112 беттегі суретті әңгімеле дейді. Суретте нелерді көріп тұрсын? Кеме қалай аталады? Тағы қандай кеме атауларын білесің? Пингвин кемесі не себепті апатқа ұшырады? Суреттен көк теңіз бен кемені, дельфинді көріп тұрмын. Кеме пингвин деп аталады. Тағы Титаник кемесін білемін. Себебі кемедегі ақымақ адам жол көрсетуші дельфинді жаралады. Ал ашуланған дельфин тереңге сүңгіп жоқ болды. 4-ші тапсырма. Дельфин өте ақылды, мейірімді, нағыз дос. Осы пікірге мәтіннен дәлелдер келтір. Кеме келе жатса, көмекке асығады. Адасып кетпеді екен деп артынан қарап отырады. Теңіздегі суасты жолдарын біледі. Мәтіндегі қатыгез адам туралы айтылған жолдарды тауып қайталап оқы. Оның іс-әрекетіне баға бер. Әдеттегідей дельфин көмекке асықты, бірақ бір жалмауыз әрі ақымақ адам палубада тұрып оған винтовкадан оқ атты. Сөйтіп ол дельфинді жаралады. Ашуланған дельфин тереңге сүңгіп жоқ болды. 6-ші тапсырма. Әсіресе балалармен ойнағанды жақсы көретін дельфиндерге ризашылығыңды 3 сөйлеммен білдіріп көр. Әрқашан адамдарға жақын, жанашыр болғандарың үшін рахмет. Біздің көңілімізді көтеретіндеріңе рахмет. Мейірімділіктерің мен қамқорлықтарыңа алғысым шексіз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.